Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Саламатсыз ба? Өткен сабақта балалар біз сендермен Абай Құнанбаевтың өмірімен, шығармашылығымен танысқанбыз. Бүгін Абайдың өлеңдерін ары қарай жалғастырамыз. Оқы таңырқа деп аталады. Сабақтың тақырыбы Абай Құнанбайұлының "Мен жазбаймын" өлеңді ермек үшін өлеңіндегі әлеуметтік қоғамдық мәселе. Ал анасы Ұлжан текті, сабырлы, мейірімі мол жан болатын. Анасының жүрек кеңдігі, қарапайымдылығы мен адамға деген ілтипаты Абайдың бүкіл болмысына өнеге болды. Абай жастайынан білімге Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрсеге қашық бол, 5 нәрседен асық бол, адам болам десең, тілеуін өмір алдында. Оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 асығыс көнсеңіз. Жамандық көрсең нәпрәтлі, сұлулық көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Ғалым болма немене, балалықты қисаңыз, болмасында ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болма қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол. Абай Құнанбаев ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрсеге қашық бол. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді, тілі орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырып басталапты олар, көңілінің көзі ашық сергек үшін. Түзу кел, қисық қыңыр қырын келмей, сыртын танып іс бітпес сырын көрмей. Шу дегенде құлағын тосаңсиды, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң аламын, алдыңға айтқанды ұқпай, және айта бер дейді жұрт тыңды бермей. Тамаша. Жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді, тілі орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырық басталапты оғар, көкірегін сезімді сергек үшін. Жарайсың. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, Абай Құнанбайұлы. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жол барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді, тілі орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Сұрақ жауап берем. Қолдарыңды көтеріп жауап бересіңдер, Бұл қандай әндері бар? Жарғай, Айгүл Сәлем Қалыпқас, Абайдың 3 поэмасы бар. Қандай? Ескелді, Масқұл, әзім әңгімесі. Жарайсың. Қара сөздері нешеу? Ернұр. Абайдың 45 қара сөзі бар. Тамаша. Идеясын табасыңдар. Өлең не туралы, қандай идея? Осы өлеңдегі жағымды, жағымсыз қасиеттер адам бойындағы. Өлеңді тағы бір рет оқып аласыңдар. Ал сендер мен жазбаймын өлеңді ермек үшін және өлең сөздің патшасы сөз сарасы осы өлеңді екеуін тақырыбын табасыңдар және екі өлеңнің ұқсастығын табасыңдар. өлеңдегі адамның қасиеттері бойындағы жағымды қасиеттер көкірегі сезімді, түзуге, тілі орамды, көңілінің көзі ашық, талапты өнерлі. Жағымсыз қасиеттер мыйсыз, амалсыз, шаруасыз, қисық қыңыр, қырын келмей, дәмді, тасыр, маскүнем, айдаһарсыз. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, ақын інілерге сын ескертпелер жасау үшін жазған. Өлеңнің жұп-жұмыр әдемі келісті жазылуы керектігін айтады. Екеуінің ұқсастығы өлең қадірін, сөз қадірін түсінуге шақырады. Ақындықтың міндеті ауыр екенін айтады. Сіз жұртшылыққа сыртын танып, ішіне үңілмей кетпеңдер дейді. Мен ертегі жазып отырған жоқ, жастарға үлгі насихат беріп отырмын дейді. Қоғамға ой салу үшін. Орындаймыз. Антонимін табасыңдар. Мысалы, қисық болса, түзу. Ақылсыз болса, ақылды.
Ал енді Мұхаммед болып Білімдердің синонимі так. Тасшы, жеңілтек, талапты, білімді, қисық, кесірлік, арсыз, ұятсыз, малсыз, дәулетсіз, ақылсыз, санасыз. Иә, өте жақсы. Тасыр, жеңілтек, талапты, білімді, табанды, қисық, кесірлі, Арсыз, ұятсыз, малсыз, дәулетсіз, ақылсыз, санасыз. есімдер. Тасыр, талапты, қисық, саралы, арсыз, малсыз, ақылсыз. Баянын, шығармаларын, бүгінгі мақсатымыз өзі Абай атамыздың өлеңдерін жатқа айту, мәнерлеп оқу еді, және жырындағы эпизодтарды түсіну керек еді. Біз мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз, иә. Енді қараңдар, бізге Абай атамыз тілек айтыпты. Білімді болыңыз. Мен сендерге сенемін, кейінгі ұрпақ. Міне аталарың сендерге сеніп отыр. Қауымызын жеңіздер.